Балнұр үлкен әулетке келін боп түскелі ақшадан таршылық көрген жоқ. Күйеуі Арман жақсы жерде жұмыс істейді. Әрі үйдің кенжесі болған соң қаңыра-шаңырақта қалатыны әу баста шешіліп қойған. Балнұр үшін бәрі дайын. 2 қабатты үлкен үй, көлік те бар. Балнұрдың өзінікі болмаса да, күйеуінің көлігі екеуіне теңдей жетіп жатыр. Өзі көлік алам деп те талпынбапты. Күйеуі керек жеріне апарып әкеледі. Жас келіншек балалы болған соң да қиыншылық көрмеді. Азаматы бүкіл қажеттілігін сатып әкеліп тұрды. Өзі секілді таныс қыздар баланың жөргегіне үнемдеп отырғанда, бұл тіпті баланың жөргегі қанша тұратынын да білмейтін. Өйткені Арман әйелі мен баласын ештеңеден тарықтырмай, не ішем, не кием десе де әкеліп жүрді. Балнұрдың енесі ғана бар, атасы ертеректе қайтыс болып кеткен. Енесі Сәлима кемпір кенже ұлының Құдай қосқан қосағынан қолында барын аямайтын. Зейнетақысы түскен сайын Балнұрға үйге киетін көйлек, халат, тіпті аяғына тәпішкесіне дейін сатып алып беретін. Балнұрдың ханшайымдай шалқып өмір сүріп жатқанына біреу қызға қараса, екіншісі қызғана қарайтын. Солардың бірі Балнұрдың бала кезден бірге өскен жақын құрбысы Жансезім еді. Жансезім тұрмысқа шықпаған бойдақ қыз. Өзі тыраштанып қанша жұмыс істесе де, қол ақша басына тартса аяғына, аяғына тартса басына жетпей, айлықтан айлыққа әрең жетіп жүрді. Жансезімнің кез келген адамның іші бауырына еніп кететін ерекше қабілеті бар еді. Қалаға 9-шы сыныптан кейін кетіп, тас қаланың қатыгез өміріне әбден үйреніп алған Жансезім қулық сұмдықтың бәрін меңгерді. Тіпті алаяқтық жасап бірнеше рет автобустағы адамдардың әмиянын ұрлап үйреніп алды. Балнұр болса, қалаға 11-ші сыныпты тәмамдап бірақ келген. 1-ші курстан кейін Арманды жолықтырып тұрмысқа шығып кетті. Қаланың шынайы өмірін көріп үлгерген жоқ. Студенттік өмірдің дәмін бір кісідей тата алмады. Бірақ еш өкінбейді. Арман секілді азаматқа тап болып, бір қолына дәріс дәптерін, бір қолына сәбиін ұстап оқуын жалғастырып жатыр. Жансезім Балнұрдың бал өмірін есіне алған сайын тынысы тарылып, сол қыздың қай жеріне қызықты екен. Мен оған қарағанда әлдеқайда әдемімін. Әттең Арманға мен жолыққанында ғой. Ендігі шалқып тасып отыратын едім. Бүйтіп жалдамалы пәтерде қаңғып жүрмес едім. Балнұрдың күйеуі, үйі, баласы, оқуы бар. Ал менің ештеңем жоқ, деп іштей күндейді. Алайда Балнұрға ештеңе білдірткен емес. Арман 2 апталық іссапарға басқа қалаға кететін болды дегенді естігенде Жансезім ерекше қуанды. Өйткені Балнұрмен жиірек кездесіп, ойындағы жымысқы жоспарын жүзеге асырмақ. Құрбысының "Кел, сөйлесейік, сағындым" деген сөзін жерге тастай алмаған Балнұр баласын енесіне табыстап, өзі Жансезіммен кездесуге келді. "Жаным сол, құлпырып кетіпсің", деді Жансезім Балнұрды көре сала бас салып құшақтап. "Рахмет құрбым, сен де сондай сұлусың", деді Балнұр. Бұл жылы сөздер Балнұрдың жүрегінен шығып жатқан еді. Ал Жансезім әрбір сөзін ішкі есеппен айтып отырды. Кездесу ортасында таяғанда Жансезім жылай бастады. "Қатты қиналып кеттім құрбым. Ақшадан қатты тарығамын. Жұмысынан шығып қалдым, енді қайда барарымды білмеймін. Ауылға баратын болсам, өгей шешем сыйдырмайтынын жақсы білесің ғой. Неткен бейшара, бейбақ адам едім. Мен сорлы, өмір бойы осылай қиналып өтер ме екем, әттең, анам тірі болғанда бұлай жүрмес едім", деп еңкілдей жылады Жансезім. Балнұрдың жүрегі езіліп кете жаздады. "Қой, олай деме, бәрі жақсы болады, осыдан көресің", деп жұбатуға тырысты құрбысын. Ол әлбетте Жансезімнің сценарий бойынша жылап отырғанын сезген жоқ. Жансезім одан әрі мұңын шаға бастады. "Қолымда 1 миллион теңгем болса, өз кәсібімді бастап кетер едім. Менің қолымнан шаш сәндеу келетін жақсы білесің ғой. Есіңде ме? Бала кезімізде екеуміз қуыршақтардың шашын өріп ойнайтынбыз. Сол кезден бастап адамдардың шашын қиып сәндегенді қатты ұнатамын. Бірақ менің өнерім кімге керек, мен кімге керекпін", деп жыламсырады Жансезім. Бала кезіндегі тәтті естеліктері есіне түскен Балнұрдың жүрегі жылып сала берді. "Құрбым, айтшы, қалай көмектесе аламын", деді сосын. "Сен қалай көмектесуші едің жаным, үйде өзің баламен отырсың, студентсің, сенде ақша жоқ қой. Бірақ сенен өзге кімім бар менің? Басқа жақыным да, сырласым да жоқ". "Иә, дұрыс айтасың", деді Балнұр. Бұл кезде ол Жансезімнің торына түсейін деп тұрғанын аңғарған жоқ. "Шынымен ойлап қарасам, сенен басқа ешкім де жоқ екен. Әкемнің бар деген аты болмаса жүрісі анау. Өгей шешемнің айтқанынан шықпайды. Bir тиын да көмегі жоқ. Мені не өмір сүріп жатыр демейді. Bir күн аш, bir күн тоқ жүрісім мынау", деді көзінен жасы сорғалаған Жансезім. Балнұр құрбысын қатты аяп кетті. "Айтпақшы, кредит алайын деп банкке барғам, жалақым төмен болғасын,
кредит бермеді. Сол баяғы шаштараз ашам деген құр қиялым ғой. 1 миллион теңгем болса, шаштараз ашпақ түгілі. Мынау жерді төңкеріп жіберер едім-ау. Өйткені бұл кәсіптің қыр-сырын жақсы біліп қалдым. Шаштараз ашсам, сол миллионды бірнеше күнде ақ тауып кредитімді жауып тастар едім. Жұмыстан шығарып жіберген бастығыма көрсетер едім, деп күрсінді жан сезім. Балнұр құрбысының ертегісін ауызы ашылып тыңдап отырып қалды. Көз алдында шаштараз ашып табысқа кенелген жан сезім келді. Міне, мынау маған қиын кезде көмектескен жан құрбым деп Балнұрды таныстырып жатыр. Балнұр болса кеудесін мақтаныш кернеп, мерейі тасып тұр. Білесің бе, жан сезім, саған көмектескім келеді, бірақ қалай көмектесетінімді білмеймін, деді қиялға берілген Балнұр. Ендеше кредитке сөйлесіп көрсең қайтеді, деді жан сезім. Білмеймін, тіпті Арманмен ақылдасу керек. Өмірімде кредит дегенге ұрынып көрмеппін, деді Балнұр ойланып. Арманға неге айтасың? 1 миллион алып берсең болды. 1-2 аптада жауап тастаймын ғой. Алып берді деген атың болмаса, қалғаны менің мойнымда ғой құрбым. Бұл жақсылығыңды өлгенше ұмытпас едім, деді жан сезім. Балнұрды осы күйінде үйіне қайтаруға болмайды. Дәл қазір банкке барып сөйлестіру керек. Әйтпесе бүкіл жоспарының күлі көкке ұшады. Үйіне барып күйеуіне несін айтып қойса, олар бұған жол бермесі анық. Жан құрбым, аппақ ниетіңнен айналайын. Бұл жақсылығыңды көрге кіргенше бәріне айтып өтемін. Бала кезден бері келе жатқан арманымды орындайын деп тұрсың. Шешем жоқ деп тағдырған алушы едім. Шешем көкте саған риза болып желеп-жебеп тұрған шығар. Саған басымды емін. Банк осы жердегі төменгі қабатта, деп жанарынан көз жасы парлап Балнұрды құшақтады. Жылы-жылы сөйлесе, жылан үнінен шығады. Өзінің қайда бара жатқанын, не істегелі тұрғанын толық аңғармаған Балнұр айналдырған бірер сағаттың ішінде банктен кредит алып, бір тиынына да тиіспей толықтай жан сезімнің қолына табыстады. Болды құрбым, енді бұл ақшаны толық өзім қайтарып беремін, деді жүзі бал-бұл жанған жан сезім. Балнұр үйге қуанып келді. Құрбысына қиын кезде қолдау білдіре алған үшін бақыт деді. Бірақ ол өзі танитын жан сезімнің бұл күнде жоқ екенін, орнына талай адамды алдап соққан алаяқ жан сезім пайда болғанын білген жоқ. Жан сезім жұмыстан ұрлық жасаған үшін шығып қалған болатын. Бәрі түскі үзіліске кеткенде әріптестеріне келіп отырған клиенттің ұялы телефонын ұрламақ болған. Үлкен дау туып, соңында жан сезімнің ұрлық жасағаны әшкере болды. Жұмыссыз қалған жан сезім қармағын аңқау құрбысы Балнұрға салған еді. Ойында бір түйір арамдығы жоқ Балнұр торға өзі ойлағаннан да оңай түсті. Арада бір ай өтті. Сол кездесуден кейін жан сезім Балнұрға мүлде хабарласпады. Ел-жұрттан естуі бойынша көлік алыпты. Шаштараз тұрмақ шаңда жоқ. Сол кезде барып Балнұр өзінің оңбай алданғанын түсінді. Жан сезімді іздеп тауып сөйлеспекке бекінді. Телефоны қанша хабарласса да өшіп тұрды. Соған қарағанда нөмірін өзгеріп тастаған болу керек. Әйтіп-бүйтіп сыныптастарынан сұрап жүріп Балнұр жан сезімді тауып алды. Кафеде емін-еркін тамақ ішіп отыр екен. Жан сезім, деп айқайлады Балнұр. Осындай адамдардың тамақтарынан ас қалай өтеді екен? Жан сезім селт етпеді. Балнұрды көрсе де көрмеген болып отыра берді. Жан сезім, бұның не сенің? Деді Балнұр ашудан қалшылдап. Балнұр, саған не болды? Деді жан сезім сабырлы үнмен. Не болды дегенің қалай? Кредит алғызып қашып жүрсің. 1 миллион теңгені бір ай бұрын қолыңа шытырлатып санап бердім ғой. Өзім төлеймін деп ант су ішкенің қайда? Деді Балнұр жыламсырап. Жан сезім иығын қоқаң еткізді. Не айтып тұрғаныңды білмеймін. Есіңнен адасып қалғансың ба? Қайдағы 1 миллион теңге? Қайдағы кредит? Деді сосын. Жан сезім Балнұрдың қалтасындағы диктофонды аңғарып қалған еді. Не? Құдайдан қорықсаңшы. Маған 1 миллион теңге алғызып, шаштараз ашам демеп пе едің? Деді Балнұр қысығып. Балнұр, сен не деп тұрсың өзі? Сен түсінбедім, деп жан сезім кетуге ыңғайланды. Балнұр құрбым деп құлай сенген адамнан сатқындық көргенін түсінді. Мен қалай төлеймін? Өзің де білесің ғой, күйеуімнен жасырып осы ақшаны саған алып бердім. Мен бір тиын да таппаймын ғой, бәрін білесің, жан сезім. Неге маған бұлай істедің? Деп екі аяғынан әл кетіп жерге отырып қалды. Балнұр ақылы бөлімде оқитындықтан шәкіртақы алмайды. Басына таяқ боп деген соң кредит туралы бәрін оқи бастады. Сөйтсе, бұл миллион үстіне миллион қосып қайтаратын пайызы өте жоғары банкке ұрыныпты. Бәсе, қалайша миллион тез ұстата салды деп еді. Пайызы жоғары болғандықтан бұның жұмысы бар ма жоқ па, зейнетақысында ақша бар ма жоқ па, тексермей бере салған екен. Оңбағандар. Халықты осылай қанаған банкке айтарға басқа сөз таппады. Банкті қойшы, жан сезімді айтсаңшы. Ақшаға ула құрбысын, балалық шағын, жарты өмірін сатып кетті. Сенген адамы қой терісін жамылған қасқыр болып шыққаны Балнұрдың жанына қатты батты. Қанша оқталса да арманға бұл сұмдықты айта алмады. Іштен тынуды ұйғарды.
Телефонын ауыстырып, банкке берген нөмірді парша-парша етіп сындырды. Төлемейді, төлей де алмайды.